Ал талабың оң болсын айналайын. Алдыңнан ақ күн тусын деп жатады. Бір ұзатылайын деп жатқан қызық емес. Үлкен елдің қамы үшін, халықтың қамы үшін, елдің тағдыры үшін атсалысып жатырсың. Сенің өмірбаяныңа бала күннен бері қарай, мына Есентпек оқып жүрген кезіңнен бері қарай, білем, бұқаралық ақпараттарда шығып жатқан әртүрлі өмірбаяндық жазбаларында Әбіш туралы болам деген баланың бетін қақпа белін бу деген тілектестікпенен адамның тілектестігіне жататын бір нәрсе. Сенің мысалы өзің жазып жүрген әңгімелеріңнен ана папам мен әкем жолдан өткізіп жіберетін еді. Енді талай жолдан өтіп келе жатырмыз ғой демекші. Осы жолда да сол ата бабаның аруағы қолдап, бұдан да талабың оң болып өтіп кетуіңе шынымен тілекшіміз. Елдің тағдырын шешетін ерлері, өткеніңнен кәдімгі өткен өміріңе көз жүгіртсем, сол сенің папаң ертерек қайтыс болып, жастай кішкене қиналыңқырап өскеніңді бәрін сезіп біліп отырамын. Сөйтіп сенің папаңның да менімен құрдас екенін білдім. Сол бәлеш жыл туған еді деп атысын салып кеткен. Ал Әбіш туралы жазып жүргендер, тіпті сен осы праймеризге қатысардың алдында сол Маңғыстаудың 363-ші әулиесі ғой деп, әбекеңнің бір батасын алып кеткенде, соның барып басына барып кеткеніңді көріп, Құдай-ай, мынау не деген бір тапқырлық, не деген мысалға ойы жүйріктік. Мысалы адам болса ойы жүйрік, жаны нұр, жүрегелі үйренеді бәрібір дегендей, қай жағына да мысалға қарағанда осы халқым, елім, жерім деп абыроймен ұят үшін атсалысып шапқылап жүрсің. Ұлтыңды ұлықтағың келіп, анандай бір қисық қыңыр алаяқтыққа жаны қас, сондай соған қарсы адам екеніңді естіп біліп, сырттай тілекші болып жатырмыз. Жалпы сен бұл облыста жүргенде, мына рухани жаңғыру жөнінен қарайған шаруалар атқарып жатқаныңды көзіммен көріп, өзіңнің кабинетіңе барып, соның шет жағасын оқып біліп танысып та кеткен жағдайларым бар. Ол руханият дегеніміз, енді рух дегеніміз адамның жаны ғой, жаның жайдау, елің үшін еміреніп, еліңнің қам-қарекетінің, қадір-қасиетінің, жағдайының артып келе жатқанын көргің келіп, сол бағытта жұмыс жасау, бұл барлық жан-жақты адамдардан, яғни азаматтардан қолынан келіп, соның қолымен жасалатын дүние ғой. Сол тұрғыда айтайын деп жатқаным, мына осы облыстың имамы біздің Маңғыстаудың жырында, жалпы жырлардағы, жыр дастандардағы діннің орны деген бағытта үлкен бір жыршылардың басын қосып осы жерде сондай әңгіме өткізді. Сонда біздің елдің шалдары бісміллә деп бастайын дейді. Өзінің ерлерін суреттеп айтып жатыр. Біздің елдің Иса Досан ер соңай деп мысалға сөйтіп аяқталынатын. Сосын туысқандыққа, ынтымаққа үндейтін жағдайлар. Осының бәрі руханият. Біздің дініміз де руханият. Ал руханият жөніне келетін болсақ, өзің бастап мақала жазып, осы жергілікті жерден де бір жыршылар бөлімі ашылса жақсы болар еді, мына университетінен деп. Енді мен өзім Егемен Қазақстанда да менің әңгімем шықты, ұзын ырғасы. Жыр дегеніміз өзекті мәселе. Яғни, оның несін жыр қылып отырсың деген сөз. Мінекей, осыны сен проблема қылып, оның несін проблема қылып отырсың деген сөз. Осыны проблема қылып, сенің алға қарай ұмтылуың, құр тек атаға абырой алып, дандайсып, байып келіп, қалтаңды қалыңдату емес, шынына келгенде осы елім деп еміренген, өзіңнің арғы тегіңнен жалғасып келе жатқан қолым жақсылыққа, тегіңнен бастап алатын бір тектік белгің деп есептеймін. Алла аман қалып, абыройыңды асқақтатпай деген тілек бар. Шынына келгенде, ол осы жырды өздерің сияқты азаматтарға өзің оқыған, осы ғылыммен айналысып жүрген адамыз біздерде. Ғылыммен өзің сияқты айналысып жүрген, өзінің адал еңбек маңдай теріменен анандай дәрежелерге жетіп, осындай талапты қолға алып, келеді деп бұзылып кетеді, келеді деп басқа бағытта кетеді. Жаңа молданың істегенін істеме, айтқанын істе демекші, шын кәдімгі ықылас-пейілімізді білдіретін болсақ, мынау енді жалпылама халықтағы оппозиция, ұлтымыздағы оппозицияның өзі Нұр Отанға деген
көптеген көңілі қалыңқырап болды. Ал бірақ былай қарасақ, оның ішінде қаншама азаматтар бар. Енді сол жаққа сендер барып, олардың праймериз өткізудегі елдің ішіндегі таңдаулы, кәдімгі таңдап алып тұрып, соларды алып алып, солардың абыройыменен партияның атақ абыройын олар көтергісі келіп сөйтіп жатыр. Олай болатын болса, оншама ұлтым деген, ұлтын ұлықтап жүрген өздерің сияқты азаматтар сол төңірекке баратын болса, тіпті облыстық болсын, мейлі облыстық мәслихат болсын, болмаса мәжіліске баратын болсын, әйтеуір қарап отырмайды, жаны кетсе де әйтеуір ары үшін, ұлтының ары үшін атсалысатынына ол көзіміз айдан анық жетіп отыр шыны керек. Жаңағы жерде айта кетейін деп отырғаным, руханият болғанда жырдың несі проблема деп отырмыз. Сол жырды ашуға Бердіхан дейтін бауырымыз енді бас болып шапқылап жүр ғой. Жан жақтан жазып жатырмыз. Көпті күзен көлдегендей, ал сенің сөзің тілің өткірлеу, өйткені сен сол университеттің, Есенов атындағы университеттің абыройының асқақтауына бірталай үлес қостың. Шет елдерде жүріп оқып келдің, бәрінен хабарым бар. Болмаса мен сені аңдап отырған ештеңем жоқ қой. Сол сенің абыройыңа Құдай-ай, осындай балдарды берген Құдайдан айналайын деген сияқты, Алладан айналайын. Ей Аллажан, міне абырой бере көр деп тілеп отырамыз. Рахмет. Сондықтан да мына жыр дегеніміздің ашайық дегендегі ниетіміз осы. Жыр деген халықты ынтымаққа, ауызбіршілікке, халқының қайғысына қабырғасы қайысатын болса, қуанышына жүрек жарды жыр төккен деп Қайырболла айтпақшы. Сол тіпті Қайырболла сөзін әріден бастасақ, көші-қонды күндері кешкен қазақ халқы өзінің жан сезімін жырмен ағытқан. Тебіренсе телегей теңіздей бұрқап, ақжамбырау аяқтарылған ақын жыраулар халқын елдікке, ерлікке үндеген дейді. Жалпы айнала келгенде адамгершілікті ту еткен деген жері бар. Ал адамгершілікті ту ететін болса, ол бір-біріне деген ынтымақ, ұлтыңның ұлылығы, ұлтыңның ауызбіршілігі, жеткен жетістігің, күндердің күнінде бала-шаға ұрпағыңның кәдімгі бақытты ғұмыр кешуі үшін атсалысу емес пе? Сондықтан да жыр деген мәселені 6 жыл болды айналысқаныма, Астанада жатқаныма мен. Қарап отырсақ, бұл жыр дегеніміз шындығында идеология еді. Идея туындатып отыратын. Бұлай қылса болмай ма, бұлай қылса болмай ма деп. Енді сол мысалға шын берілген адам сенің өміріңді өлеңге айналдырып, кәдімгі сол өлеңмен суреттеп жатады. Ол жыр дегеніміз идеология болатын болса, ол педагогика. Яғни балаға тәрбие беру, тіпті үлкен адамға тәрбие беру. Ал оның бер жағында сосын ол филология бұлар. Ол философия, ол тарихыңды тану, табиғатыңды аялау болып шығатын деген. Сондықтан жырға мән беруіміз керегірек. Бұл айнала келгенде дін де бұның ішінде, иман да осының ішінде. Бәрі соның ішінде өздерің сияқты азаматтар халқының алғысын алып, абыройлы ақ жүзді болып, талабы оң болуына Аллахи билля тілекшімін. Аумин. Ой, рахмет Амандағаға, сеніміңізге, қолдауыңызға алғысымыз шексіз. Мына Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының басым бағыттарында барлық сала қамтылған. Әлеуметтік сала, экономикалық бағыттары бар, спорт, медицина. Соның ішінде әсіресе руханият бағыты ерекше назарда. Сіздің айтқан ұсынысыңызды біз міндетті түрде ескереміз, себебі біз өзімізде соған пікірлес, мүдделеспіз. Менің осы бір үндеуім бұл, газетке мақала болып та шықты, сұраныс бар жерде ұсыныс та болу керек деген. Біздің Маңғыстауда күй қонған, жыр тұнған мекенде жыршы, күйші, дәстүрлі өнер мамандығына, музыкалық өнер мамандығына сұраныс бар. Биылдан бастап, биылғы оқу жылынан бастап барлық университеттерге академиялық автономиялар беріліп жатыр. Қандай мамандықтар ашу, қандай бағытта оқыту мүмкіндік беріліп жатыр, қажеттілікке байланысты. Сондықтан сірелі, жірелі деп Қызылордадағыдай өнер мектебі, жыр мектебі бізде де ашылғанын қалаймыз. Сіздер сол жерде сабақ беріп, дәстүрлі өнерді ары қарай насихаттауымызды тілейміз, және осыған шамамыз келгенше жұмыстануға тырысамыз. Ендеше мына есіктің есікке деген акциямен келіп отырмыз шаңырағыңызға. Тілегіңізге, қолдауыңызға рахмет. Бұйырса 2021 жылғы 10 қаңтар күні отбасыңызбен барып Нұр Отан партиясына дауыс беруге шақырамыз. Бұйырмысы болады, бізді жұмысқа шақырып келсе кетіп те қалуымыз мүмкін. Қаншама балдар енді ар жақтан бітіріп келді ғой. Сол жерде сендердің жеңіске жетіп, беделдерің биіктен көрініп, сол балдарға күндердің күні қорған болып, сол балдардың тізгінінен тартып, ілгері қарай
талабын іске асыруға сен де себепкер болсаң екен деп тілеймін. Соған жетіп жатсаңдар, өтіп жатсаңдар. Сондықтан өтулеріңе тілекшімін. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, сол бір-біріне қолдау арқылы жаңағы өзің айтып отырған ұсыныс, жаңағы сұраныс бар жерде ұсыныста болу керек деп. Ал ұсыныстар түсіп жатыр, сұраныс болып жатыр. Бәрі де оңынан болсын. Жаңағы біздің университетті, Қазақ ұлттық өнер университетін бітіріп келіп жатырған 5-6 бала бар, бітіріп келді. Біздің бұрынғы жыршыларымыз жоғарғы оқу орнында оқыған жоқ. Олар медреседен басқа білімсіз болған да жоқ. Мен жаңағы мұхит жатқан тереңмін, шамшырақ жанған төбінде асылық болар ізі басқан таласқан бізбен білімге деп Қашекең айтпақшы. Осындай жоғары оқуды келді, енді оның барлығы бірдей сарнап жыршы болып кету міндет емес, ғылым жолына да түсу керек. Өзің сияқты ғылым болмаған жерде, білім болмаған жерде өнер тұл. Сондықтан да ол балдар біздің шалдардың кез келген 2 жыл өлеңін алатын болсақ, бір докторлық диссертацияға жүк болайын деп тұр. Бар сисаны Құдай қарғаған азғырып шайтан алдаған дегенді алып зерттеп кететін болсақ, деп ары қарай кетейін, ағып кетейін деп. Сондықтан да бұлар ғылыммен айналысып, докторлық диссертациялар қорғап жатса, ол тек қана Маңғыстаудың емес, бүкіл қазақтың маңдаласының мақтанышы болады ғой. Дұрыс, талабың оң болсын. Аумин, рахмет. Онда ауылда болсаңыз да, елордада жүрсеңіз де, сайлауға қатысып дауыс берсеңіз, біз соның ішіндеміз. Иншалла. Сізге сәттілік тілейміз. Жеңімпаз бол деген ұранымыз бар. Жеңіске бірге жетейік. Жақсы. Рахмет. Талабың оң болсын. Аумин.